Екі дос. Екеуі бір ауылда өмір сүріп достығына адал болыпты. Екеуі жиған тергенін бәрін шығарып үй сатып алыпты. Осылайша екеуі армандарына жетіпті. Сіздердің осындай адал достарыңыз бар ма? Видеоны көрмей жатып арнаға тіркеліп лайк бас кетіңдер. Тіркеліп лайк бас кетсең, сонда боласың красавчик ботқа бас. Ары қарай өздеріңіз тамашалаңыздар. Досым, көрдің ба, үйіміз не деген күшті? Яқты тамақ жейтін де бар екен ғой, зор екен. Сен оны қоя берші, яқта дейтін балкон бар ғой, екінші этажда. Екеуміз сырласып сөйлесіп отқанға жақсы екен, иә? Айтпашы. Жүрсе одан кейін яқта киім салатын шкаф бар ғой, Досым, енді біз жақсы бір киініп алсақ жақсы болады. Одан кейін біздің яқта жатын бөлмеміз бар. Досым, үй жақсы екен, зор екен. Сол айтам, жақсы бағаға алдық қой. Досым, не ақылды? екеуміз мияқта жатқанға зын екен, иә? Досым, бияқ зын емес қой, дым ғой, бияқ дейтін дым ғой. Досым, екеуміз бір-бірімізді ешқашанда тастамайық. Досым, маған сен де маған керек қой, мен сені ешқашанда тастамаймын. Бір-екі күннен кейін екеуі жұмысқа тұрып, алдын ала ақшасын алып қояды. Досым, ақша бар дейсің ғой, короче. Енді бір жақсы бір киініп алмадық па? Ал киінсек киінейік, досым, зын киінекші киінгенде де. Охо, досым, жақсы киініп алдық қой. Енді дейтін тамаққа тойып алайық. Қой, досым, продукты да аз қалды. Қой, одан да охотаға шығайық. Болды, досым, бізге енді оружие керек, нерден оружие алайық. Охо, біз енді дайымыз охотаға шығайық енді. Досым, ел қатарлы машина алайын деп едім, ақшам жетпей қалды. Сонда енді мына машинаны қалай алдың сен? Досым, қазір аренда деген шыққан ғой, содан алғансың, короче. Қатырасың, досым, сен бар ғой ше. Мен қатты қатырам ғой мен дейтін. Мен музыда қатыр жерім ғой мен дейтін. Досым, яқтан адам көрдім, кел жаныма. Все, без проблем, қазір барамын. Досым, мен бір адам көрдім, оның артынан келіп атып өлді. Досым, кел көмекке маған, кел тез. Досым, мыналарын лоты дейтін зын екен ғой, кесе тезірек. Досым, сен артына біреу кетті, давай. Ух, мен аны көрмей қалдым ғой, не істеймін енді? Мә басына. Досым, сен дейтін жаман кел ұрлайды екенсің. Досым, сен де соняғы өлмей атсың. Мен дейтін читермін ғой. Читер, досым, шыда, көмекке барамын. Мә саған, зажим, мә саған. Досым, яқта тағы да бір отыр ғой, атсай. Без проблем, досым, мә саған. Досым, шыда. Қа барам, досым, шыда. Уф. Охо, адуши тұрғызғанына. Мінекей саған аптека. Ой, адуши, досым. Бол, тезірек аптекаленіп кетейік болдың яқтан, досым. Досым, аналардың машиналарын ұрлап алып кетейік. Бол, тез. Досым, несіне асығасың? Біз оларды өлтіріп сат қой. По-любому яқтаға полиция келеді, қаштық тезірек. Досым, яқта адам көп қой, артында, досым, артында. Кән, жайраш женіші мен қазір. Ойбай, стенка қоймай қалған ес. Байғысынан қыпсы жоқ қой, ё-моё, нанда басына бер жерің не кетпей жатыр, оқты. Парашютта біреу түсіп келе жатыр. Оқты, ана өлтірдім. Молодец, досым. Досым, яқтан тағы да біреуін көрдім. Өлтірдім уже дейтін. Досым, осы ақшаға біз дейтін машина сатып алдық. Енді машина дейтін просто бомбаға. Досым, не деген ракс, я? Қой бол, досым, үйімізге қайттық енді. Охотаға сәтті бардығы. Досым, на машинаны сен алсайшы. Жоқ, досым, сен ал, мен на машина дейін. Бопты, досым, кеттік ал. Досым, жақынама тақалып қаласың. Не істедің, досым? Машинамды сындырайын деп қалдың ғой. Жыламашы. Бопты, қайттық үйге жүр. Чота, досым, қараңғы болып кеткен секілді. Осы жақтағы бір үйге қона салайық. Қайтайық құрсын, досым, қайттық. Досым, осы үйге қонайық. Давай, досым, осы жерге машинаны қой да кеттік үйге кірейік. Досым, не қылғанын дұрыстап тезірек қойсайшы. Болмаса бері өзің қойып берейін. Қаш, досым, айттың қақпадың сен. Болды, көрейікші ал қалай қоятынды. Әні саған айттым ғой, қадалдың уже сен. Мен машинама қадалып қалмасам болды сен енді. Давай бар, тезірек дұрыстап қой. Досым, конкретно жыламашы, қадалмаймын ғой. Кешіре қой енді, досым. Сен де бір кірш бол тезірек, кеттік болды. Досым, енді осы жерге қонайық енді. Болды, досым, қайырлы түн. Екі дос түнде қалып кетеміз деген оймен бір үйге қонып ұйықтаған соң азында тұрғаны. Чотам, досым, тұра ғой енді тезірек тұрса не болды бірден тұрғызып, ұйқым қанбады ғой. Досым, бізге енді тезірек үйіміз табу керек, ақша да жоқ бізде, тек қана машина болып отыр. Бензин де бітейін деп қалды. Кеттік жүр одан да. Досым, машиналар қайда? Досым, машинасы қалдық қой, не істейміз біз енді, бомж боламыз ғой енді. Ақшамыз да жоқ, ё-моё, не болды енді, қалдық қой жерде. Досым, машиналарды біз қалай ұрлатып алдық? Досым, айтпақшы дейтін, кілттеуді ұмытып кеттік қой, кілттің ішінде еді ғой. Ё-моё, енді қалай табамыз енді, біз бомж боламыз ба енді? Досым, сондай болып тұр енді, бұл өмір ғой енді. Сөйтіп осылайша қаншама күндер өтеді. Осылайша бұлар таза бомж болады. Бұлар қарындары ашып өлуге де барады. Осы ауылдағы адамдар бұларға ешқандай да көмек көрсетпейді. Осылайша достар бомж достар деп аталады. Досым, енді бізге енді амал жоқ, үйімізді жаяу үзу керек енді. Онсыз да ғой досым. Сөйтіп олардың қарындары қатты ашқаны сонша шөпті де жейді. Досым, енді мынауымыз болмады енді, мал жейді ғой бұл шөпті. Енді біз мал болып отқан жоқпыз ба енді қазір? Қой, досым, болды, үйді іздегенді. Осылайша екі дос үйін іздеу үшін не деген күндерін жаяу өткізеді. Сөйтіп досы үйіне ұқсайтын бір үйді байқап қалады. Досым, біздің үйіміз емес па? Ана біздің үйіміз ғой. Досым, ақыры таптық ау. Қой құрсын енді, үйге кеткен жүгір енді. Досым, өз үйім, өз өлең төсегім деген шын екен ғой. Үйімізді сағынып қалыппыз ғой, бар ғой ше. Айтпаш досым.
Олар үйіне келе салысымен тамақтарын жеуді бастайды. Тамақтарын жеп болғаннан соң жақсылап тұрып киініп алу керек болды. Киінуге ерінген екі дос барып бірден ұйықтауды бастайды. Осылайша екі достың оқиғасы бітті. Ал енді сендерге видео ұнаған болса тіркеліп лайк басып кете қойыңдар. Егер де сендерге осындай видео ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңдер, осындай видеода шығарып тұратын боламын. Ал егер де ұнамаса, ұнамайды деп жазып кетіңдер, короче. Осы YouTube каналда 2 подписчик аз қалды. Тіркеліп лайк басып кетейік бәріміз. Видеоны соңына дейін көргендеріне рахмет. Ал сендермен болған мен Нурик. Ал давайте всем пока, удачи, go.